Аманат партиясының қатары ұстаздармен толықты. 70-ге жуық мұғалімге кеше жаңа үлгідегі партия билеті табысталды. Шараға аудандық мәслихаттың депутаттары Асқар Қайназаров, Хадиша Қожбанова, Ғайза Шүкірбаевалар арнайы қатысты. Аманат мемлекеттік мүддеге адал, қоғам игілігіне жұмыс істейтін партия. Халық ұғымында аманатқа қиянат жасалмайды. Яғни аманатты сақтаушы партия мүшелері ең әуелі мемлекет мүддесіне адал азаматтар болуы керек дейді аудандық мәслихат депутаты Хадиша Қожбанова. Бүгінгі аманат ғимаратындағы болған іс-шара нөмір 7-ші Тұран мектеп гимназиясының мұғалімдерінің аманат партиясына мүше ретіндегі алғашқылардың бірі болып, парт билеттерін табыстау іс-шарасы болып өтті. Өздерінің аманат партиясының мүшесі ретінде бүгінгі алғашқы қолдарына парт билеттерін алды. Іс-шара жоғары деңгейде өткізілді. Әрбір осы аманат мүшесі болған ұстаздар өздерінің алған парт билеттерін қуанышты көңіл күйменен қабыл алып, өз қуаныштарын бүгінгі шарада әріптестерімен бөлісті. Жалпы аманат партиясына мүше болған ұстаздарымыз бүгінгі таңдағы аманат партиясының жаңа реформасындағы қойылған талаптарды жоғары деңгейде өз міндеттері ретінде орындайтындықтары туралы бүгінгі таңдағы елім маған не береді деп емес, мен еліме не берем деген ұрандата отырып, өздерінің парт билеттерін қолдарына алып, қуанышпенен қайтты. Аманатқа мүше болу партия билетін алумен шектелмейді. Әсіресе партияның мүшесіне айналған ұстаздар қауымына жүктелер жүктің салмағы ауыр. Енді олардың алдында әділдікті жақтайтын, әлсіздерді қорғайтын ұрпақ тәрбиелеу міндеті тұр. Үддесінен шығамыз дейді билет алғандар. Қазақстанның дамуына қанша да болса бір үлесіміз қосуымыз керек. Ұстаз еткен жалғыз үйретуге балаға демекші, ұстаз қай жерде болсын алда жүру керек. Сіздерге сәттілік, алып отқан билеттеріңіз құтты болсын. Бәріңізге құтты болсын. Тамыры терең тарихымыз, мәдениетіміз бен әдебиетіміз, тіліміз бен салт дәстүріміз, тәуелсіз Қазақстанның барша азаматтарының мұрасы. Осы мұраны бір тұтас елдің ортақ мүддесі үшін аманат ретінде көздің қарашығындай сақтап, дамуына жағдай жасау партияның ірі міндеттерінің бірі. Лаура Бақытжанқызы, Азат Нысанбаев, Ақпарат, Жетісай ауданынан.